Олжас Сейітов, бақыт жолы. Кінә сезімінен қалай арылуға болады? Өзімізді кінәлі сезіну, жанымызды қинайтын, әрі өмірімізді азапқа айналдыратын келесі бір негативті эмоция болып табылады. Дәл осы кінә сезімі тирандарға, вампирлерге және басқа да токсинді адамдарға төзіп, көніп жүруді итермелейді. Егер сіз бақыттан, игілік пен байлықтан өз еркімен бас тарта беретін адамды көрсеңіз, мұның артында үлкен кінә сезімі тұрғанына сенімді болыңыз. Көптеген адамдар өмірімізде әділдіктің болуына Алла тағала жауапты, және ол адамға жаза не ауыр сынақ жіберіп, бақылап отырады деп ойлайды. Дегенмен, бәрі әлде қайда қарапайым. Әр адамда өзін-өзі жазалау механизмі бар. Өзгенің өміріне зиян тигізген әрбір адам түп санасында бұған мен кінәлімін, мені жаза күтіп тұр деген негативті ұстанымды шығарады. Адам бұл ойларды елемеуге тырысса да, саналы түрде ойламаса да, олар белсенді жұмыс істеп тұрады. Сөйтіп бір күні ол мұны Алла тағаланың сынағы деп есептей бастайды. Қазір қандай да бір жамандық жасағанда адаммен не болатынын кезенімен қарастырайық. Бірінші, ол біреуге жамандық жасады. Екінші, осы сәтте түп санасында осы әрекетім үшін бір күні жазамды өтеймін, немесе осы үшін жазаланамын деген сенімділігі пайда болады. Үшінші, өзін кінәлі сезіне бермес үшін бұл ойды ұмытуға шешім қабылдады. Төртінші, түп сана маған жаза керек деген ойды қайта-қайта айналдыра беріп, кінәлі адамның аурасын көрсетеді. Бесінші, бір тиран пайда болып, аурасынан сол адамды қуана тауып алады. Алтыншы, біздің жәбірленушіміз жазаланды. Көріп отырғаныңыздай, бәрі Алла тағаланың тікелей араласуынсыз болады. Бұл программаның барлығы әр адамның түп санасына ендірілген. Тиран өз құрбанын өзі табады. Дүниенің алдында таза болсаңыз, ар-жданыңыз таза болса, ешқашан әділетсіздік пен адамдардың дөрекі көзқарасын өзіңізге жақындатып тартпайсын. Бұл жайлы неге сенімді түрде айтып тұрмын? Өйткені бұған өз тәжірибемде жүздеген, тіпті мыңдаған рет көз жеткіздім. Өмірде бір нәрседен қиналып жүрген әрбір адамға мына ғажап сұрақты қою керек. Осындай жазаға лайықпын деп шешкен кезіңізді еске түсіріңізші. Сонда кінәсіз эйфорияшымыз зардап тигізген әрекеті үшін өкініп, жылап, бұрынғы бір оқиғаны еске алады. Әрине, бәрі осылай бірден мойындай бермейді. Өйткені қазіргі таңда қателіктерді мойындау өте қауіпті. Біздің қазіргі қоғамда біреуге күнәларыңызды ашып айтсаңыз, не естисіз? Айыптау, сын сөздер, сөгіс, жазғыру және көп қажетсіз сөздер. Ең жаманы, беделіңізді түсіретін өсек, жала, одан да сорақысы, құқық қорғау органдарына сіздің атыңызға арыз берілгенін естисіз. Сізге түсінікпен қараса екен дейсіз. Терең кінәлі сезімнен, осы жүктен арылғыңыз келеді, бірақ ешкімде көмектескісі келмейді. Тіпті психологтарда мұндай мәселемен қалай жұмыс істеу керектігін біле бермейді. Кейбіреулер сізге сабақ болсын деп, жапа шеккен адамға қаншалықты ауыр тигенін түсінсін деп, назарыңызды жағдайға басқа көзбен қарауға бағыттауға тырысады. Басқалары бойыңызда қосымша кінә сезімін оятуға тырысады. Ал біреулері ешқандай кінәңіз жоқ екеніне сендіріп,
сізді жай ғана жұбатуға әрекеттенеді. Олай болса, кінәлі сезінуден құтылу үшін не істеу керек? Қылмысы мен күнәсін жалғастыра беруі үшін кінә сезімін жай ғана өшіре салу керек пе? Әлде оған әрекеті үшін азап шегіп, әділ жазасын алу керектігін түсіндіру керек пе? Жауабы шын мәнінде өте қарапайым. Егер адам өзін кінәлі сезінсе, онда сіз оған суретті толық, шын мәніндегі бар күйінде көруіне көмектесуіңіз керек. Ештеңені бұрмаламауыңыз керек. Оны иллюзияға түсірмеуіңіз керек. Оны жұбатпауыңыз, алдамауыңыз, немесе керісінше әрекеті үшін сөкпеуіңіз керек. Ол өз проблемасы мен әрекетіне жан-жақтан қарап көрсін. Сіз жеке пікіріңізді білдірмей, баға бермей, әр ұсақ түйек жайтты мұқият тыңдай отырып, Пейнхантер кодексін қатаң ұстануыңыз керек. Осылайша, эйфорияшыға адекватты әрі батыл болуына көмектесесіз. Сонда ол толық суретті көреді де, проблеманы ойластыра беруін қояды. Ол бар болғаны $10 ұрлағанын, ешкімді өлтірмегенін түсінеді. Ол бұл теріс қылығы үшін батыл түрде жауапкершілік алып, осы $10 қайтарып береді, немесе кешірім сұрайды. Не сол қылығы үшін басқа бір әділ жазаға тартылады. Біреу оны қатты кінәласа да, ол аса үлкен кінәні сезінбейтін болады. Көрдіңіз бе? Егер $10 ұрласаңыз, кінәлі сезінуіңіздің салмағы $10 болуы керек. Одан артық емес, кем емес. Егер $10 емес, $1 ұрладым деп есептейтін болсаңыз, онда бұл жауапсыздық. Ал $10 ұрлағаныңызды толық түсініп, мойындағаныңыз бұл жауапкершілік. Ал егер $1000 ұрладым деп өзіңіз ойластыратын болсаңыз, сіздегі кінә сезімі ойдан шығарылған деген сөз. Яғни ұмтылуыңыз керек дұрыс деңгей ортасы болып табылады. Ал ортасы әрекеттеріңізге адекватты баға беруіңіз, тигізген зардапты түсінуіңіз, немесе жауапкершілік алуыңыз. Осы орайда солға не оңға ауытқу қалыпты жайт емес. Егер жауапсыздық деңгейінде болсаңыз, яғни тигізген зардапты, кінәңізді жоққа шығарып не кемітсеңіз, онда сізді бөтен адамдар немесе тағдыр Алла тағала жазалайды. Егер өзіңіз ойластырған кінә деңгейінде болсаңыз, онда өзіңізді жазалайсыз. Байқағаныңыздай, жауапкершіліктен құтылу мүмкін емес. Кінәңіз туралы мәселені қарастырудан қашқан сайын, түпсанаңыз сіздің қатысуыңызсыз-ақ кінәлау режимін іске қосып, өмірдегі жолыңызды жауып тастау қаупі туындайды. Сондықтан пейнхантинг сеансы арқылы біз адекватты қабылдауды қайта қалпына келтіреміз. Біз кінә сезімін алып тастамаймыз, және адамды кінәлі сезінуіне итермелемейміз. Бұл шектен шығушылықтың екеуі де дұрыс емес. Біз жай ғана қажетсіз, бұрмаланған ойларды жоямыз. Сонда адам суретті толық, анық көре алады. Ол үшін сиқырлы мына команданы қолданамыз. Сізді осы әрекетіңіз үшін айыптап жатқанын елестетіңіз. Сізді айыптамағанын елестетіңіз. Алғашында адам оған сын айтып, айыптап, кінәлап, жазалап жатқан көптеген адамдарды көреді. Содан кейін бұл адамдар саны азая береді. Сөйтіп эйфорияшыңыз кенет оянады. Ол өзін соңғы қылмыскердей ұстауын қояды. Ол былай дейді: мен бұған кінәлі емеспін. Мұны олардың игілігі үшін жасадым. Менің жалғыз кінәм мынаған, анаған қатысты қателескенім.
Бары осы ғана. Өзіне деген сенімділігі артып, әр нәрсеге асыра сілтеусіз, негативті эмоцияларсыз қарай бастайды. Оның бойында адамгершілік, кен көзқарас, парасаттылық, жауапкершілік пайда болады. Бастысы, ол әрекетіне жеңіл қарай бастайды. Түсінесіз бе? Өмірде мінсіз болып, тек игі істер жасау мүмкін емес. Бізге кейде екі жамандықтың кішірегін таңдауға тура келеді. Мысалы, баланы қорғау үшін көшедегі бұзақыға зақым келтіруге тура келеді. Немесе, егер ірі компанияда жұмыс істесеңіз, басқалардың адалдықпен және ынтамен жұмыс істеуге деген құлшыныстары жоғалмауы үшін кейде сізге пайдасыз қызметкерлерді жұмыстан шығару керек болады. Ал егер сіз ұсақ-түйек зиянды нәрсеге тоқтала беретін болсаңыз, қоғамға әкелуіңіз мүмкін үлкен пайдадан өзіңізді оқшаулайсыз. Яғни мысалы, анаңыздың сүйікті ыдысын сындырып алған болсаңыз, сізде екі таңдау бар. Не кішірейіп, ыдыстың мөлшерінде кішкентай адамға айналу, не анаңыздың бар жақсылығы үшін өзіңіз соғып, сыйлағыңыз келетін үлкен үй деңгейіне дейін үлкею. Неге нұсқап тұрғанымды түсіндіңіз бе? Егер діндар болсаңыз және күнәларыңыз туралы ойлар сізді азаптайтын болса, кез келген діннің негізгі қағидасын еске түсіріңіз. Күнәларымыздың саны жақсылықтарымыздың санынан көп болса, тозаққа барамыз. Керісінше, зиянды істерден гөрі пайдалы істер көбірек жасаған болсақ, жәннатқа барамыз. Міне сол себепті кінәмен жұмыс жасағанда ой қалпыңыз ұрланған 5 тиын үшін жаза деңгейіне төмендемей, қайта 5 миллион жасау деңгейіне дейін көтерілу керек. Түсіндіңіз бе? Ал ол үшін әр нәрсеге тура қарап, барлық бұрмаланған бейнелерді алып тастау керек. Келіңіздер, бұл бейнелер түп санамызда қалай және неліктен бұрмаланатынын қарастырайық. Негізінде, бұл оқиға әділетсіздік танытқан ата-анамыздан, балалық шақтан басталады. Кішкентай бала абайсызда ойыншықты сындырып алады. Осы кезде анасы тым қатал жаза қолданып, баланы ақымақ деп атайды. Бұл әділетсіздікке ашуланған бала өзін одан да жаман ұстайды. Келесі жолы ол әдейі лас шалбарымен келеді. Осылайша анамнан кек алып, әділдік орнатам деп ойлайды. Негізі, әр бала туғаннан ақ әділеттілік сезіміне ие болады. Егер ол өзін тым қатал жазаланғанын сезсе, жаман әрекеттерді көбейту арқылы жағдайды теңестіруге тырысады. Сонда ол қанағат сезінеді. Кейін ата-анасы оны қайта жазалағанда, бала одан сайын бұзақылық жасайды. Сөйтіп бұл тізбек шексіз жалғасады. Мұндай бала болашақта қандай болып өседі? Жауапкершілік шкаласының сол жақ шегінде болады, яғни жауапсыздық танытады. Ол жұмысында сын сөз естісе, өз кінәсін жоққа шығарып, басқаларды кінәлайды. Тіпті одан да зоры, өзі интрига жасап, әдепсіз әрекеттер көрсетеді. Бірақ балаға әділетсіз айып тағылған сайын, оның санасында бейне қалып қойып отырады. Сондықтан болашақта ол дұрыс емес нәрсе жасаса, оның көңіл түбінде кінәлі сезімі болады. Бұдан мына парадокс шығады. Адам өз кінәсін жоққа шығарады, өзін таза деп санайды, бірақ жан дүниесінде әдепсіз әрекеттері үшін өзін кінәлі сезінеді. Сондықтан егер бір қылмыскерді кезіктірсеңіз, оның балалық шағында әділетсіз айыпталған адам екеніне сенімді болыңыз. Осындай адамдардан тым қатал әке, не қатал ананы табасыз. Өзгелер кінә сезімін енгізе бергендіктен, ол өзін кінәлі сезінеді, және бұл оған маза бермейді. Сондықтан ол өзіне қанағаттанарлық өмір сүруге, бақытты қарым-қатынасқа, немесе адал жұмыс істеуге жол бермейді. Ал егер мұндай адамды созылмалы кінә сезімінен арылтсаңыз, оның болмысының
шынымен өзгергенін көресіз. Ол жаман жігіт болуын қояды. Өз әрекеттері үшін жауапкершілік ала бастайды. Ал енді басқа бір шектен шығушылықты алайық. Әділетсіз айыпталған әйелдер ерлерге қарағанда әдетте басқа шектен шығады. Керісінше, тым жақсы қыздарға айналады. Олар бәріне жағуға тырысады. Өзгелерге көп жақсылық жасай берумен болады. Жасаған игі істеріне бір тиын алса да, не тіпті ештеңе алмаса да солай етеді. Олардың түпкі мақсаты әділ баға алу, мақтау сөздер есту және әділетсіз айыпталудан аулақ болу. Сөйтіп, тым жақсы қыз болу синдромымен бұл әйел жаңағы жаман жігіт сияқты өмір сүреді. Яғни ол да өзіне еркін және бақытты өмір сүруге жол бермейді. Сондай-ақ, лайықты жалақыдан, құрметті жұмыстан бас тартады. Оның орнына төмен жұмыстарды таңдайды. Байқағаныңыздай, кінә сезімі адамды ақылсыз етеді. Ол адамды маныссыз, ұян етіп, еркіндігін шектейді. Кінәнің тығырыққа тірейтін ең үлкен әсері әрекетсіздік. Терең кінә сезімімен жүрген адам әрекет етуден және тәуекелге барудан қорқады. Ол қателіктері немесе ақымақтығы үшін өзгелердің оны кінәлап жатқанын елестетеді. Сондықтан ол пассивті рөлде болып, басқалардан бұйрық алғанды жөн көреді. Әрине, ол таңдайтын шығар жалғыз жол көріпкелдерге, астрологтарға, нумерологтарға және экстрасенстерге бару. Олардан Құдай сені бәрібір жақсы көреді. Бір айдан кейін жолын ашылады. Сен ертегідегідей бай боласың деген тәтті үмітті естігісі келеді. Осы орайда өмірде жиі кездесетін қызықты мысалдарды қарастырайық. Мысалы, бір әйел сізге келіп, күйеуінің оны үнемі ұрып соғатынына шағымдануы мүмкін. Бұл жерде кінә сезімі бар екеніне сенімді болыңыз. Ол күйеуіне опасыздық жасап, көзіне шөп салғанын, немесе некеге тұрар алдында басқа жігіттермен қарым-қатынаста болғанын мойындайды. Әрине, бұлар жайлы күйеуіне тіс жармаған. Сөйтіп, бұл кінә сезімі оны тиран күйеуіне төзуге мәжбүр етеді. Осы кінә сезімін жою арқылы әйел өзіне сенімді бола түседі. Сондықтан күйеуі оған қол көтеруін қояды. Ғажап, солай ғой. Немесе бір ер адам әйелінің қыңырлығына үнемі шыдайды. Әйелі оны балаларының көзінше ұрысады. Өмірі жолы болмайтынын айтады. Ал күйеуі оны тыныштандыра алмайды. Сеанс кезінде шөп салғаны үшін әйелінің алдында өзін кінәлі сезінетіні анықталады. Сондықтан ол бұл токсинді қарым-қатынасқа төзіп жүрген. Осы кінә сезімін жойып, жауапкершілігін арттырғаннан кейін, бір-екі күн өте, одан әйелінің оны құрметте бастағанын, қарым-қатынастары нығая түскенін естисіз. Немесе мынадай жағдай. Бір әйел ұлының жолы болмайтынына, не ойын құмар, жұмыссыз екеніне шағымданады. 30 жастан асқан ұлы әлі де бірге тұрады. 30 жасына дейін шыдап тұрғандықтан, бұл әйелде жанашырлықпен қатар, баласының алдында өзін кінәлі сезінетініне сенімді болыңыз. Сосын, сеанс кезінде баласының кішкентай кезінде көп ауырғаны белгілі болды. Сол үшін анасы өзін кінәлі сезінген. Мүмкін сол кездері баласын бірнеше күнге өз анасына қалдырып кеткен болар. Я болмаса, ол екінші баласымен ауруханада жатқан шығар. Ол өзінің салақтығына баласы ауырып қалды деп есептейді. Ұлының еркеліктеріне, бейбастығына және жұмыссыз жүруіне жол беруі де осыдан. Кінәні жою арқылы сіз бұл ананы қатты өзгертесіз. Мысалы, ол сізге бірнеше күннен кейін ұлының жауапкершілігі артқанын және оны тым көп еркелете беруін қойғанын айтады. Сонымен, біз шкала бойынша барлық төмен эмоцияларды қарастырдық. Ал енді жоғары эмоцияларға көшейік.